Путин бірнеше мәрте батыс елдерін ядро қаруын айтып қорқытып жатыр. Ол әсіресе Еуропаның халқы тығыз орналасқан шағын мемлекеттері бұны ұмытпауы керек дейді. Путин бұл сөзді не үшін айтты және батыстың реакциясы қандай? НАТОның Еуропадағы шағын елдері немен ойнап отырғанын түсінуі керек. Халқы тығыз орналасқан шағын мемлекеттер осыны ұмытпауы керек деп ескертті. Бұл сөзді ол батыс елдерінің Украинаны қаруландыруы аясында айтқан болады. Мәселен, Германия, ақш және тағы басқа елдер Ресей аумағындағы нысандарға соққы жасауға мүмкіндік беретін қару беруді ұйғарған болады. Енді Ресей басшысының кезекті үркіту қорқыту мәлімдемесіне батыс елдері қандай реакция танытқанына кезек берейік. НАТО бас хатшысы ақш Еуропада орналасқан ядро қаруын жаңартып жатқанын мәлімдеді. Оның ішінде F-35 жойғыш ұшақтары бар. Бұл ұшақтар Нидерландыда екен және олар арқылы ядро бомбаларын тасымалдауға болады екен. Осылайша ядро қаруы қолданылады деген жағдай эскалацияға тағы бір қадам болып отыр. Маңызды өзекті ақпараттар әшкере Telegram